Амансыздар ма, құрметті оқырмандар? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Туысқаның, достарың бәрі күшті, сол себепті досыңнан дұшпан күшті. Сүйсе жалған, сүймесе аянбаған, бұл не деген заманға ісім түсті. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шың жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен, үйренгеннен ештеңең кетпейді. Құлаққа естігенге емес, көз көргенге сен, бетіңе күлгенге емес, қадіріңді білгенге сен. Өзіңде жоқ қасиетті өзгеден іздемесен, алыстан білгенге емес, жаныңда жүргенге сен. Пайда үшін көріскенге емес, қайғы мұңды бөліскенге сен. Сені мақтағанға емес, достықты сақтағанға сен. Жылау үшін өмір сүргім келмейді, құлау үшін өмір сүргім келмейді. Өлшемі бар тірлігімде біреуге, ұнау үшін өмір сүргім келмейді. Ертеңіме жасап жаңа бет бұрыс, бүгініме сыйлап шаттық құттырыс. Еш адамға соқтықпай-ақ шынымен, өмір сүргім келеді тек тып-тыныш. Адамдық борыш ат үшін, барша адамзат қамы үшін, серт бергем еңбек етем деп, алдағы атар таң үшін. Батырай, кедейшілік жаман екен, бұл дүние азулының заманы екен. Қолдаушың арт жағыңда көп болмаса, жауапсыз кедей жазған қалады екен. Бедері жоқ қамқадан, берік тоқылған бөз артық. Берекеті жоқ ағайыннан, берік сөйлескен жат артық. Ашу боран секілді, біраз уақыттан кейін басылады. Бірақ оған дейін көп бұтақты сындырып үлгереді. Сәтсіздіктер өткен күнмен қала берсін, жаңа күн сәттілігін ала келсін. Алланың нұры жауып баршамызға, бағымыз жарқырасын жана берсін.